Тағы да сәлем баршаңызға. Көз тимесінің жігіттерінен сұхбат аламын деп уәде еткем. Соны жалғастырып жатырмын. Бүгін менің қасымда Майкл Джексон, Джим Керри, Черт возьми. Айбек Прокаш, Не может быть. Айбек Байназаров бүгін менің қасымда. Қош келдің, Айбек. Қош көрдік. Рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Жаңада басталмай тұрып та айтып жатырмын. Тағы да айтқым келіп тұр. Бір қызық нәрсе байқадым да. Басқа жігіттердің дұрыс сөйтіп отыра бер, саған жарасады. Басқа жігіттердің фанаткалары, былайша айтқанда, бұрынғы баяғы фанаттар оянып жатыр, жазып жатыр. Жас кезімде шапағатқа ғашық едім, балам атын Шапағат деп қойғам деген сияқты. Оқыдым оны. Ал саған жас қыздар жазып жатыр әлі күнге дейін. Қош. Бүйтеді. Айбек аға краш, Айбек аға қандай күшті. Мен шынымды айтса көп кірмеймін комментарийға. Қазір енді көз тимесінің парақшасы ашылды ғой. Жазып отыр, кейде бүйтіп қарап қаламын арасында. Бірақ көп қарай бермейді екен. Инна Шапағат деген жерде оқып қаламын да мен. Неге ондай? Себебі сен жас көрінесің. Соның сыры неде? Жас көрінуіңнің. Оның сыры ма, шынымды айтсам өзім білмейді екенмін. Бірақ мен өзімді жалпы андай қылып сезінбеймін. Кәрі. Мен қартайып қалдым. Мысалы Майкл Джексонның өзі соңғы мысалға вот и все концерттің өзінде оның жасы қаншада болды? 50-де болды ма? Ол бізден мысалы мықты билейді. Мысалы қарап отырсам. Сол сияқты мен тек өнерді ойлаймын. Сөздің ішіне керек. Ұйықтасам да, тұрсам да менің ойымда тек қана өнер жүреді. Мүмкін сол себептен онсыз мен тамақты өте баяу жеймін. Мен даже қызымен, қазіргі әйелмен мен танысқан кезде, сол кезде ол байқамай донерді менен бірінші жеп қойған кәдімгідей. Мен әлі жартысына келмеген ғой. И өзі ұялып қалды бүйтіп. Мен өте бір тістеймін, ұзақ шайнап жеймін негізінде тамақты. Мүмкін оның да бір несі бар шығар. Лайфхак, семіріп кетпейді. Көрермендерге мүмкін келер, деп қалуы мүмкін да. Жақсы. Мен шынымды айтсам да тез жейтін адамдарға мен таңғаламын негізі. Кейде бір-екі пуп-пуп жеп қояды. Таңғаламын, қалай тез жеп қояды осыны, бір-екі тістейді жұтай бере ма деп. Сол сияқты. Енді бес саусақ бірдей емес, сол сияқты менің аузым бөлек шығар қалды ма. Жаңа өзің Майкл Джексоннан бастадың ғой енді әңгімеңді. Давай осы жағына сұрайықшы. Негізі мен сенен сұраған бұны. Біз Жасыбайда ойнаған кезде автобуспен бірге қайтқанбыз, есіңде болса. Сол кезде осы сұрақтың бәрін қойған. Бірақ ол кезде мен журналист емес едім. Сен менің алдымда сұхбат берген жоқсың, сондықтан оны халық естіген жоқ. Тағы да қасында кішкентай бала отқан сияқты, шашын бүйтіп отқан сияқты. Қай жерден қайтқан кезде дейсің? Жасыбайда ойнап едік қой. Жасыбай толқындары, Павлодар облысы. Летний кубок па, спецпроект па, сондай болды. Автобуспен қайттық. Сол кезде мен сұрағам, осы сені Майкл Джексонға ұқсайсың деп бірінші кім айтты, қайдан пайда болды осы дүние деп, соны көрермендер де білсінші. Есіме түсіп отқан сияқты, сен маған сондай сұрақтар қойдың негізінде. Майкл Джексонге ұқсайсың дегенде ше, мен Майкл Джексонды жалпы кішкентай кезден көрдім ғой енді. Көп жерде айтқанмын негізінде. Ол кезде Жетісайда тұрамын, Жетісайда Ташкенттен келген, ол кезде мен кішкентаймын. Сол кезде апаратын еді ғой, осындай циркке барамын да осындай. Барып көрген кезде, сол кезде Майкл Джексон бір жігіт орындады. Как раз сол кезде мен музыкасын, ананың биін көрген кезде мен шынымды айтайын кәдімгідей. Сол кезде маған музыка қонды, жалпы айтқан кезде. Жүрегіме. Бұл не деген? Бұл мен кішкентаймын. Енді Майкл Джексонды әлі де бар ғой, мысалы кішкентайлар білетін, мысалы мен баламның өзі білетін, мысалы Майкл Джексон. Сол сияқты. Сол кезде мен уже ары қарай іздене бастадым Майкл Джексон. Уже мен кәдімгі ол кезде енді видеомагнитофон деген екінің бірінде жоқ қой. Сол кезде мен чисто базардан барып, аудиокассетасын сатып алып, History деген альбом. Аны әнді іздеймін деп біріншісін алғам, ақыры сол екіншісінде екен, оның екі альбом бар екен сондай. Екіншісін алып, сол ән тыңдап, полный тыңдап, құлағыма колонкам түбінде ұйықтайтын мен Майкл Джексон әнін қойып, кейін Чиментке көшіп келдік. Сол Чиментке көшіп келгеннен кейін уже мафон алдық. Одан кейін ол кезде YouTube деген жоқ қой енді, жалпы онда телефон жоқ. Қазір любой информацияны біле бересің ғой. Арнайы жерге барып запистеп, Майкл Джексон видеосын, клиптерін көрген кезде мен шалқамнан түстім сол кезде. Ол кезде концерттің өзін телевизордан редко көрсетіп қалатын еді ғой. Көрген кезде бүйтіп іліп, лунный поход істеп баратады. Шоу ғой енді, бір айтқан кезде. Бірақ
сенің түріңнің оған ұқсауы ол бір мен қатты еліктедім ғой Заря, шынымды айтайын. Прическама дейін істедім кәдімгі. Мен даже мен өмірде солай жүрдім ғой мен. Шынымды айтайын, мен өзімді ұмытып кеткенмін ғой мен. Уже кәдімгі өмірде мен солай кетіп қалғанмын уже. Есіңде ма сол Жасыбайда, короче, автобусты күтіп тұрмыз, әлі жүрмей тұр да. Біз бәріміз магазинге. Мен қазір де сондаймын дейші. Жоқ, біз магазинге кірдік, су-пу анау алуға. Сол кезде қайтып бара жатырмыз, үлкен автобус, бүкіл жайдарманшылар отыр. Магазинге барып келейікші деп, екі-үшеуміз магазинге шығып кеттік. Сол кезде сатушы апай сол кездегі сені көрді да пісіміллә деп шошып кетті кәдімгідей. Сен ұмытып қалған шығарсың енді. Есімде емес. Пісіміллә деп кәдімгі шошып кетті. Біз бәріміз күліп жатырмыз, түсініп жатырмыз ғой неге ол шошып кеткенше. Ол кәдімгі алдына Майкл Джексон келді деп ойлап қалды ол сол кезде. Ол кезде сен тем более қатты ұқсайтынсың. Ол кезде тем более жас, ол кезде прическамде сондай. Бірақ ол кездің өзінде мен қатты ұқсамайтын негізінде. Болмай ма? Кішкене. Может, өзің жаңа бірақ билеп жүрген кездер енді қазір де айтады маған негізінде. Кей кезде бүйтіп Майкл Джексонге ұқсайды екенсіз деп анда айтып қалады кейде, магазинге кірем ғой деп, иә мен билеймін, анау десем вообще ары қарай таңғалады кәдімгідей. Келер ұқсап тұрмын дейді. Майкл Джексон деп өзің айтып қалсаң да сразу Майклға қатты ұқсайсың деп айтады негізінде. Маған көп адамдар айтқан Заря. Жалпы айтып жатырмын ғой, мен өмірдегі образының өзі сөйлеген кезде де Майклдың ұялғанына дейін мен кәдімгідей менде жалпы сондай қабілет бар негізінде. Мен снимать етіп аламын. Пародия жасай аласың. Пародия жағынан мен шынымды айтайын, ұнаған нәрсені адам болсын, мен мысалға Джим Керриге де мен параллельно қатты еліктегенмін. Мен КВН-де мен ойнаған кезде мен Джим Керридің образын салатын кәдімгідей. Вау. Да не может быть деп андай прямо кейде то есть кафелерде де неде отқан кезде, тамақтан отқан кезде де мен кейде күлдіріп жіберетім дейді официанттарды не қылып. Сол сияқты динозаврдың да жүрісінде мен атошіне кәдімгі қарағанына дейін мен жалпы өзіме өмірде ұнаған нәрсе мен қатты снимать етемін. Кешеде Дариға Бадықованың түрін айнытпай салдың. Мына кісі ма ол деп көрсеткен кезде қалай көрсеттің? Ұят болар. Жақсы. Жалпы әнші Айбекті білеміз, иә? Актер Айбекті білеміз, КВНщик Айбекті білеміз. Кімсің өзің? Жаныңа қайсы жақын? Я не знаю. Мен жан-жақты болғым келеді, бірақ арманым негізгі, мен бір керемет әншім деп айта алмаймын. Мен андеграунд стилінде істеп жүрген бір нәрсені былай әнді қалай айтсам екен, бір өзім қазір енді аранжировкасын жасап, ДМК-сын істеп, сол бір андеграунд стилінде бір өзгеше нәрсені істеген жақсы көремін. Ізденіс үстіндемін әлі де. Өйткені Майкл Джексон деп отырмыз ғой. Мен шынымды айтсам, өзімнің өнерімді қалыптастырғым келеді. Молданазармен де жұмыс жасадым. 3-4 жылдай бірге тұрдық. Өйткені мен әнді өте қатты жақсы көремін, өте қатты сүйемін. Сол себепте мен қазір өзімнің лақабатымда, то есть өзім лақабатым қазір Айба деп шығып жүрмін. Сол Айбамен жұмыс жасап отырмын. Бұйырса альбом шығады, 6 ән. Мен де былай қарап атсам 30-40-қа жуық әндерім бар екен, негізінде көп халық білмейді. Мен Айба ретінде танитындар бар. Өте аз бірақ. Сен қазір не істеп жүрсің, көрінбей кеттің ғой дейді. Мен айтқым келмейді, ақталып бейді. Мен қазір бүйтіп жатырмын. Бұйырса көресіздер деймін. Сол сияқты мен өзім арманым бар. Бір әнім, енді бір ән жарыққа шыққаннан кейін ары қарай енді уже танысады ғой, ары қарай о мына жігіт мынандай әндері бар деген сияқты. Сол сияқты мен өзімше кішкентай ғана дауысым бар, сол дауыспен бір өзгеше дүниелер істеп жатқан жайым бар негізінде. Әншілікте. Сол себептен де мен сахнадан өте алыс кетіп қалдым, шынымды айтсам. КВНнен кеттім, ары қарай Шаншар шақырды. Енді ол жерде нағашым бар ғой енді. Соны енді айтайын деп отырғам, иә. Шаншардағы Уәлибек, Айбектің туған нағашысы. Тұрыңдар, дұрыстап айтайын. Шаншардағы Уәлибек Абдраимов ағамыз біздің Айбектің туған нағашысы. Сөйтіп мамашкам бар деді. Сөйтіп мен бармайын дедім. Так театрдан почти енді КВНді енді өзім сахнадан шықтым. Мен сөйтіп арман қуалап Алматыға кетем деген ой ғой менде, енді Алматыға кетем. Сол сияқты сөйтіп нағашым ренжіп қалды. Ренжіп, бұл бала бізде менсінбейді деді сонымен. Дауысына дейін ұқсай ма, бірақ қан бар екен негізінде. Енді мен кішкене әзіл нелерім сол нағашыма тартқан жарым мүмкін. Сол сияқты атак мықты кісі ғой негізінде. Кейде айтып қалады, ой, баруың керек еді, осындай болса. Мен бірақ енді өзім Алматыға келдім, сөйтіп 100 теңгемен.
сөйтіп біраз уақыт Алматыда Майкл Джексон билеп ақша таптым. Шымкенттен келіп 100 теңгемен келіп, сонымен мамашкам берген жаңа подружкасының номеріне сол жаққа жаяу барып, сөйтіп не істеймін деп, сонымен Атакенттерді аралап, ол кезде Жеңісхан, Айқындар ол кезде Атакентте музыкант болып істейді. Сөйтіп ақша таптық. Сөйтіп жүріп, бүйтіп өзі Алла шебер ғой, жай алып келеді ғой, өзі өмірді көріп, не қылып, туылған жоқпын, прямо звезда болды деген сияқты. Менің әлі ізденісім көп. Сол себептен ізденістеміз әлі негізінде. Орда Бразерспен жұмыс жасадың ғой бір кездерде. Ордамен де істедім. Не себеп болды олардың кетіп қалуға? Одан кейін сендер істедіңдер, содан кейін барып 91 шықты ғой. Көкшейміш былай істесе. Бұл Дизи, құрметті көрермен, жаман ойлап қалмаңыздар. Бұл пивода ойлап қалмаңыздар, маған айтатын бұл Дизи кәдімгі. Ордада жұмыс жасадым. Қанша? Көп істеген жоқ. 1 жылда істедім ғой деймін. Как раз сол Молданазармен, Ғалымжан болды ол жерде. Айса деген досым болды. Бірге істедік. Молодцы, жұмыс істегісі келді негізінде. Ерболат өзінің жұмысына мықты негізінде. Мен дайын болмадым негіз. Шындықты айту керек қой. Мен ол кезде әр нәрсемен жүрегіме алып қалай беретін кездер ғой. Әлі де сондаймын ғой негізінде. Өте нәзікпін негіз. Мен бір сағат отырсам еріп кетемін деді. Қандай нәрсені жүрегіңе алып қалдың? Жалпы енді өнерде жүргеннен кейін андай қалай айтсам екен. Так деп андай как будто сені бір андай жүрегіме алып қалған кезде жаңа Ғалымжанмен бірге жұмыс істедік. Соны Айсаны таптым. Блин, что-то вообще не болып кетті. Айта бер. Жүрегіме алып қалған кезде ол жігіт ол кісі жалпы Ерболат, ол негізінде бетке тіке айтқанын жақсы көреді ғой негізінде. Сен тұрған кезде, мысалға, мен Ғалымжанмен жұмыс істеймін деп келістік, не қылдық. Ол мысалға Ғалымжанмен жұмыс істеймін деді Ерболат. Ғалымжанның да өзінің ренжісі бар. Ол да мысалға кетіп қалды. Осында альбом істейміз, бітеміз деп. Сонымен Ғалымжан екеуміз бір-бірімізді таптық қой сондай моменттерде. Ғалым, давай, раз сен кетіп қалдың. Ғалымжан да көңіл күйі жоқ. Давай бірге жұмыс жасайық. Деп сөйтіп келіп отырған кезде мен отырмын. Сол көңілге қарамайды да жалпы айтқан кезде. Сөйтіп Ғалымжан, давай мен саған бетейін, жұмыс істейік, бітейік деп тұрған кезде, сондай моменттерде жүрегіңе алып қаласың да. Жалпы мен кетіп қалған себебім, мен өзім дайын болған жоқпын. Сол атак маған әндер жазылды, не қылды, жұмыс істейміз деді. Сондай моментте мен өзім дайын болған жоқпын, сөздің ішіне керек. Ерболаттың кінәсі жоқ. Ерболат ол уже шоу-бизнеста жүрген уже акула ғой, бірісіп айтқан кезде өзінің орнын біледі, не қылады. Ол жалпы Ерболат ол мінезі сондай, ол анимешник сияқты өзі андай образы. Ол андай бетіңе айта салады, сен ренжіп қаласың ау. Ондай жоқ ода кәдімгідей. Сен онша емессің дей салады. Сен әлі дайын емессің. Андан сондай сияқты, бірақ маған жалпы Ерболатпен жұмыс істеген өте негізінде ұнады жалпы. Мен сол жақта да көрдім. Үйренетін нәрсе көп. Мен вокалым дайын болған жоқ, сөздің ашығы. Студияға кірдік, мен бір ән жазуым керек еді. Сонымен мен прямо студияның ішінде жылап жібердім кәдімгідей. Өйткені мен дайын болған жоқпын кәдімгідей. Деп сол жерден шықтым да Ерболаттың қолын алдым. Ренжімейсің маған. Енді біраз нәрсе жиналып қалған нәрселер де бар, мүмкін мен эмоционально жарылып кеттім кішкене сол жерде. Атак Ерболат ол маған сенетін кәдімгідей. Әлі де сенетін негізінде. Бір-бірімізді құрметтейміз жалпы. Ерболатпен жалпы мен қалай таныстым? Ерболат ол ойлаған жалпы Қазақстанда мен Майкл Джексон деп. Ол өзі Қытайдан келген. Жалпы Қытайдан келген ғой? Монғолиядан, кешірім сұраймын. Есболат ол біліп жүретін мені. КВН-ге жюри болып отқан кезде деп айтып келетін, окажется, ол неге Ерболатқа осында Айбек деген бар екен. Түрі де ұқсайды, биі де алмайды. Көрші сол баланы деп. Ерболат іштей анда кішкене тәкаппарлықпен, менен артық кім бар деген сияқты. Мен номер 1 Қазақстанда Майкл Джексон деген сияқты. Сол кезде ол кісілер Бауыржан билеп жүретін еді ғой. Майкл Джексон, Ерка жақсы билейді ғой негізінде. Ерка деп беріп қойғымыз. Сол 2009-да Майкл Джексон дүниеден өтеді. Сол уақытта жаңағы шетелден келіп, сол әр елде өзі соған байланысты концерт берді ғой өзі. Өліміне байланысты. Сол кезде мені шақыртады. Келсінші, көрейік деп. Сол кезде мен келем. Ал не орындайсың деп содан басталды.
бүйтіп қалған ғой, бүйтіп отырады. Сонымен айттым, осында Man in the Mirror деген әні бар Майкл Джексон. Именно осы концерттің соңында қайғылы жаңағы әлем жайлы ән. Соны орындайын деймін, соны орындаған кезде көз жетеді ғой. Бірақ ана жерде потом өткені шетелдік адамдардың өздері негрлерге дейін жылап отыр ғой, нерде кәдімгідей. Шулап кәдімгі Майклды көргендей болып отыр да. Өткен прямо Майклдың как будто мен духы кіріп кеткен сияқты болды да, прямо мен сахнада кәдімгідей. I'm gonna make a change деп кәдімгі анайда орындаған кезде кәдімгі жылап жатыр, айқайлап дауыстар шығып жатыр ғой. Кәдімгі ерболаттар бүйтіп қалған ғой, бастары көтеріліп ше, бәрін кәдімгі деп выспайтып болған екен, шыққаннан кейін кеп мына бала. Содан кейін сол мен шақырды, давай жұмыс істейік деп. Үлкен пландар болды негізінде. Сонымен сондай негізінде ол кісілерге рахмет. Мен ол кісілердің өнерлеріне басым деймін, шынымды айтайын. Одан кейін сен Ғалымжан Молданазармен жұмыс істедім деп айтып жатсың ғой жаңа. Қазір ше қарым-қатынастарың қандай? Жақсы. Өзара бір ренжісіп қалды деген сияқты нәрселер. Жоқ, басында ренжісіп болды. Қазір жақсы, 2 рет жолықтық. 2 рет жақсылап іштік десе қалдым. Сен ішпейсің ғой Айбек сейчас. Мен қазір 1 жыл болды, мен ішпеймін қазір. Аллаға шүкір. Мен қазір ішпеймін, енді значит Ғалыммен де жолықпағалы 1 жыл болған екен ғой, значит. Түсінікті. Ғалымжанмен жұмыс жасадық 3 жыл, иә. Ғалымжанда қатты қиналып жүрген уақыттарда, әндерге сөз жазып, сөйтіп жүрген уақыттарда енді мен де көмегім тиді деп ойлаймын мен Ғалымға. Ғалымда планы болды, жұмыс істейміз деген. Жұмыс істедік, біраз жұмыс істедік, маған әндер жазылды, көрдік. Оның да көтерілуіне мен себепкер болдым. Мен өткені ода дым жоқ кезде мен прямо анам ақша тауып беріп, барып студия алып, Ғалым, вот студия, давай будем работать деп, Ғалымжанның көтерілуіне негізінде соған неғылады да, ол соны көп жерде айта бермейді, мүмкін мойындағысы келмейді. Мойындамағанда мойындайды ғой, бірақ енді былай адам негізінде мен ойлаймын, шыққан жерді кішкене болсын, негізінде барлық жерде кішкене болсын бүйтіп айтып кетсе екен деп ше, ол да бүйтіп салбырап түскен жоқ қой. Мен оған возможность бердім, мен оған студия алып бердім. Ода дым жоқ кезде ол өзінің ойына келген нәрсені істеді, маған да істеді, маған да көмегі тиді. Мен де одан алдым мысалға алатын нәрсені. Мен Ғалымжанға қарап, мен творчеством оянды. Окажется, адам ішінде мен әнді сырттан іздейтін, мен Ташкентке барып ән жаздыратын. Мен оның қасында 3 жыл жүріп, окажется, мен өзім ішімде ән бар екен ғой деп, менде сондай қабілеттерім ашылды. Сол сияқты ол жігітке де рахмет. Я ренжісіп кеттік, кішкене болды. Өткені мен де шаршадым, мен оның ойында постоянно жүре алмаймын. Ғалым, ренжіме дедім, маған кету керек. Мен студиямды алайын дедім. Өткені мен де жұмыс істегім келіп бір өз алдыма. Ол маған ән жазып берді, сөз жоқ, керемет. Әндер жазып берді. Ол мені вообще жоғарыдан көргісі келген негізінде. Ғалымжан өте мощный жігіт негізінде. Өте жақсы жігіт, өте талантты жігіт. Ең басты өте арам ой жоқ. Сосын біреудің нанын тартып алатын жігіт емес ол негізінде. Ол сондай өзі бір мықты жігіт негізінде Ғалымжан. Сол өзі тағдыр сондай болып тұрған шығар енді. Жақсы, қазір немен айналысып жүрсің нақты, кинодан бөлек? Мен кинодан бөлек PlayStation клубы бар десе, айта бергенсіз болды. Айта бер. Айбектің клубына барып PlayStation ойнаңыздар деп жарнама жасап жіберейік. Бірақ оны мен жақында именно осы көз тимейтін фильмі болатын кезде өзімде ниет болды. Осы фильмге съемкаға барғанша, түсірілімге барғанша, соны бір арендаға өткізіп кетсем екен деп, сондай бір ниетте болдым. Чтоб ана жақта ойламай жүру үшін. Иә, ойламай өткенше ол жақта постоянно камера қарауың керексің, таңғы сағат 4-ке дейін постоянно камера қарап, анам бітпесе, анау қайда, мынау қайда, ол оңай жұмыс емес. Анаусы бұзылады, мынаусы бұзылады, ол жақта енді өзің басшы болғаннан кейін постоянно қарап отыруың керексің. Сондай ниет болды. Аллаға шүкір, өзі табыла қалды. Шығатын күні табылып, адамына тапсырып, готовый бизнес ретінде өткізіп, сонымен емін-еркін келдім. Съемкаға келіп, емін-еркін до конца болып, түсіп, қазіргі таңда әндер жаздырып жатырмын, әлі де қоймай. Жақында альбом шығады, жаңа айттым. Ішінде 6 әні бар, электрондық стильде. Айба деп терсеңіздер, кіріп
өздеріңіз көресіздер бұл қандай әндер істеп жатыр екен деп. Біз Шапағатпен сұхбаттасқан кезде Шапағат сұхбатының 50%-інде сенің есіміңді атады. Неге десе? Қиналған сәтінде көмектесетін досың, қиналғанда көмектесетін досымды Айбек, қатты дноға кіріп кеткен кезде де шығарып алатын Айбек, Қош. мен уайымдайтын да Айбек деп айтты. Ой. Сенің жақын досың кім командадағы? Марат дегенсің ба, не деп қалды ғой. Жөн, мен жалпы КВН-ге негіз тартқан Марат. Марат мен өнеріме сеніп, молодец, Мараттың сол жағынан. Мен өнерімді көріп, айтып бір сәл болмағанда екінші, вообще мен 5-ші планға кетіп қалайын деп тұрғанмын негізінде. Марат көріп, ей, сен ойнауың керексің деп. Сол сияқты Мәкеңе рахмет, от души. КВН-де ма? КВН-де жалпы біз көбіне бірге жүргеніміз, әрине ол Шапағат, Данияр үшеуміз постоянно бірге жүретінбіз. Кімге сен көбірек сырыңды айтасың? Екеуіне де, Шапағатпен де, Даниярмен де. Қазір енді өсе келе, енді ол кісілер Шымкентте, бірақ әлі де араласамыз. Әлі де сол үйреніп қалғанбыз, бір-бірімізді бауырдай көреміз әлі. Қазір уже басқа этапқа өтіп бара жатырмыз, араласу жағынан. Қазір уже құда деп бара жатырмыз. Үлкен балаларында Шапағатпен басында бажа болмақшы едік, ол болмай қалды. Мен құда екен, білмеймін, қаяқтан не ғана жер, сенде қыз болады, менде ұлы болады, мен құда болайық дедік. Мен Алла қаласа көреміз. Егер құда болмасақ, ары қарай кім боламыз? Пока мен сол командадағы досым, сол жалпы жақын болғанымыз сол ғой, Шапағат. Бәріміз бір семьямыз ғой негізінде. Ерлан бар, Марат, бәріміз бір-бірімізден өте жақсы араласамыз да әлі де. Кеше сұрап едім, жай чат болады ғой WhatsApp-та. Бұрыннан бар ма десем, жоқ, осы жақында ашылды дейді. Қандай чат? Көз тимесін деген чат болатын шығар енді достардың арасында. Көз тимесін чат па? Қанша болды ашылғанына? Жақында ашылды дейді. Жақын деген мен түсінердім, бір 2 ай болса. Ол бірнеше жыл болған ба оған? Ойбо, 1-2 жыл болды чатқа, иә? Бір жыл емес, как будто бір 10 жыл болған сияқты. Демек, осы 1 жыл бұрын ғана араласып бастаған сияқтысыңдар ғой соған қараған. Оған дейін неге бір-біріңді іздемедіңдер, неге бір-біріңмен ондай бір жақын байланыс болмады? Бізде чат болды, арасында видеозвонокпен қатты сөздің ашы қарым-қатынаста болған жоқпыз. Өйткені Ерлан өзінің жұмысымен жүрді, өзінің әкімшілігімен жүрді, Марат өзінің съемкасымен, бір уақыттар сондай болып кетті. Енді мен өзім өнеріммен жүрдім. Мен өзімде ондай уақыт болған жоқ. Шымкентке барсам, сол көрісетін Данияр, Шапағат, сонымен сол қазір қайтадан бас қосуымыз, қайтадан бір-бірімізді сағынып қалғанымыз. Даниярдың тойынан басталды сол. Даниярдың тойында көрісіп, қайтадан іштей қуанып, андай баладай қуанып кәдімгідей. Сонымен қайтадан қазір Аллаға шүкір, сонымен Ерлан ұсыныс тастады, давай, болды, кино түсірейік. Сонымен сол қазір қайтадан біргеміз. Кинодағы образың жайлы. Кинодағы образым жайлы. Енді менікі сонда рөл не дейді, менікі қарама-қайшы рөл ғой. Антагонист. Иә, антагонист. Менің рөлім сондай, мен өзімді өмірде сондай сияқты нәрсе. Ешкім мені жақтырмайды дейді, қалжың ғой. Маған сондай рөл жазылған, негізінде аз болу керек еді, қайта кішкене созылыпты. Оққан кезде де өзімде қуандым, сол рөлді сомдайтын болдым деп. Сол Ерланға сол өмірде мешат етіп жүрем, ол өзінің қызымен, оның қызымен, жаңағы кинодағы, мен баламен екеуі бір мектепте оқиды. Сонымен сайысқа түсеміз. Сол қарама-қайшы рөл. Қорқтым басында. Өткені біраздан бері фильмге түспегем. Сол баратқан кезде уайым болды. Жалпы барлығымызда уайым болды. Енді қанша жылдан бері фильмге түспегенбіз. Сол барып бірінші дубльдан кейін, енді сразу ауыр дубльдан басталды ғой біз, ауыр кадрдан. Сонымен сол жерде главный съемканың басын бастау ғой. Бастағаннан кейін ары қарай өзімізде ашылып кеттік. Сонымен Алла қаласа сәтті шықты деп ойлаймын мен, бұйырса. Көрермен сені бір басқа ерекше қырыңнан көре ма, әлде бұрынғы сағынған Айбекті қайта көре ма? Мен ойымша сағынған Айбекті қайтадан көретін сияқты. Өйткені ол жерде мен бір андай кішкене енді өзімде сағынып қалғам, Джим Керриді соларды. Кішкене арасын сондай бір фишкалар тықтым. Шынды айтсам мен өзіме кішкене бір өзіме жетпей қалды андай. Бір андай деп бір андай кіріп кетейін деп андай деп қалып кеттім осы жерде. Бірақ
кішкентай рөл болса да кино оңай емес негізінде. Сол кішкентай рөлдің өзін ойнап шығудың өзінде кәдімгі бақыт еткізу керек. Сол себептен зато маған да бұл қайтадан бір андай не болды, дыхание болды. Шынымды айтсам, сол фильмге түсіп болғаннан кейін Алматыға келіп қайтадан мен андай жарыққа қарай ұмтыламын деген андай не келді да, ой келді маған. Қайтадан актерлыққа мен жасым 40-қа келсе де әлі кеш емес. Мен актерлыққа қатысам, мен қайтадан фильмге, кастингтерге барып, өз-өзімді сабап деген сияқты, өз-өзімді аямайым деген ойлар келді маған, шынымды айтсам. Өйткені мен жалпы камераны жақсы көреді екенмін негізі. Камера маған қараса, наоборот ашылам мен. Камера жоқ болса, мен как будто андай бір өмірден жоғалып кеткен сияқты болып, өз-өзімді таппай, мотор десе, мен как будто үйме кіргенде андай. Все, теперь давайте. Кто деген сияқты. Бір ана рингке кіресің ғой андай. Рингке кірген кезде сен қарсыласың тұрады. Сол сияқты жалпы мен камераны жақсы көреді екенмін. Менің үйім камераның іші екен десе. Жаңа айтып жатырмын ғой, жаңа демек қояйын, Шапағат айтпай қойшы, қалдым. Жалпы бізде былай ойланып қарасақ, көз тимесін балалардың ішіне, енді ертеректе үйленгендердің бәрінде 4 баладан бар екен. Айбек те 4 баланың әкесі. Солай ғой, 3 қыз, бір ұл. Келіншегі, сенің де келіншегің өзіңнің фанаткаң болған, дұрыс па? Қалай таныстыңдар жалпы? Мен келіншегіммен контактіде таныстым. Өзі контакт еді ғой. Инстаграм деген жоқ қой. Бәріне жазып отырасың ғой, жазып. Мен негізі үйлену деген есіме шығып кеткен ғой. Ғалымжан әйелімен тұрады, мен жалғыз өзім. Жасым 30-ға келген кезде уже үйдегілер бастады. Қашан үйленесің сен? Қорқан деді ғой, мамашка подружкалердің қызымен таныс деп жібереді, мен барам, танысам. Не болды дейді. Мен кім емес, мамашка насырен түсіп кетеді. Сол мен жасым 30-ға келген кезде Ғалымжан әйелімен спальнина кетеді. Мен жалғыз өзім бөлек кәдімгідей диванға жатам. Содан бастап қорқа бастадым ғой мен кәдімгідей. Бүйтіп как будто шал жатқан сияқты да. Ойладым, осы күйге өліп кетсем не болады деп диванда кәдімгідей. Қолыма қарасам бір шалдың қолы сияқты кәдімгідей айдың жарығымен. Шеме 30-ға келген кезде бар есіме түсті ғой. Кәдімгі бір шал жатқан сияқты да, жалғыз өзім. Сол мен қой дедім бір кезде, үйлену керек маған деп. Сол мен контактіден іздеп күніне кәдімгідей 10 шақты қызбен жолығатын едім ғой кәдімгідей. Прям кәдімгі в активном поиске. Мен өзім шынымды айтайын, мен сабақта жоқ едім негізі, диктантта әлі де жоқ мен негізі. Қасыма диктант жаңағы нені жақсы жазатын жігіт тауып аламын. Жақсы деймін. Жазып отырады. Сол мен келіншегін контактіден таныстық. Түрі ұнап қалды, суреті. Суреті ұнады. Мен сенбеймін да, суретті мысалы неде суретте әдемі болады да, жолыққан кезде. Сонымен жолығасады, ол да келіншегім де ол кезде Ташкенттен келді. Келіп жолығып жақсы ішіп жүрген кездер ғой енді. Арық мынандаймын кезде бүйтіп қалғам. Дух деген вагон десе де. Сонымен жолықтық, ол да іші ауырып келген ба, бір нәрсе не той жеп қалған ба, ауырып келген екен, ол да сонымен астына түсіп айран алып келіп, айран ішкізіп, мен қасыма 2 досымды алып алғам, жаңағы дос қыздар ғой. Біріншісінде сәлемдай бір андай көңілден шықпаған сияқты болып сөйлесем, не қылам, бүйтіп. Деп шықтым. Үйіне таксиге салып жібердім Қаскелеңге. Үйге барып, неге сол таксидің ақшасын төлей салмадым деген ойлар кетті, не қылып. Төлемей жібердің ба еще? Төлемей жібердім ғой еще. Мен андай болып қалды да, короче, бөлісіп айтқан кезде. Алланың өзі кешірсін. Бір андай таныстым болды деп жібере салдым деген андай сәл бір тәкаппарлық бір сондай нелер болып қалды ма, ойыма да дұрыс кірмеді ма. Сол үйге барған кезде, ол кезде де мен сол ғалыммен тұрамын ғой. Үйге барған кезде сол кезде сездім ғой, мен ғашық болғанымды. Бір көргеннен. Жоқ, ол кезде мен жолыққан кезде мен мынау әдемі екен ғой, деп андай бүйтіп, ондай не болған жоқ, мен жүрегім үйге барған кезде барам, Алла жүрегімен салама, бұқ ашылады ғой. Ойымнан кетпейді бір кезде. Көзін жұмам, ұйықтайын деймін, ұйықтай алмаймын уже. Ойымнан кетпейді. Мен өмірімде мен қызға ғашық болып көрмеппін негізінде. Мен махаббаттың депрессиясын мен сезінбеген екен, мен өмір бойы жалпы. Мен жалпы өмірде мен қыздармен жүрмеген екен негізінде сөйтсем. Өтірік соқпашы. Жүрмегенде мен не бүйтіп айтпай қойын енді андай. Бәсе. Жоқ, енді мен бүйтіп жүрмегем кәдімгідей. Жаным, мен сені жақсы көремін деп. Андай
галстук ретінде андай жүрегімді ашпаған былай болған менде. Өйткені мен махаббат не екенін білмей жүрдім да, мен андай қалай ғашық болады өзі. Аптекада сөйтін бір қыз болды Шымкентте, атын айтпай қояйын. Әдемі, бәрі андай жаңағы пысық, бірақ жүрегімді ашамаймын. Тағы бір қыз болады, бірақ андай сен мен туған күнмен құттықтамайсың, ренжіп қалып сөйтетін. Мен даже қазіргі әйелімде мысалы әлі де ренжіп қалады, кейде есім шығып кетеді. Мен туған күн андай әлі память не да, ондай жоқтым да. Сол кезде менде сол махаббат ашылды. Сол үйге барам, кәдімгідей менде басталады ғой бір кезде. Түк. Үй ұйықтайын деймін, азанға дейін ұйықтай алмаймын бір кезде. Сол мен шыдай алмай звондадым, таңғы сағат 7-тен бастап алмайды, жазамын, бүйтемін. Сол мен алды сағат. Ұйықтап жатыр ғой. Иә, солға мен уже шыдай алмай жатырмын да, 9-да алады. Қаскелеңде тұрады. Сол мен неғып жатсың, жеттің ба? Иә, жеттім осы осындай. Мен саған баруым керекпін. Мен қазір жұмысқа барамын. Сөйтіп сол күнде Қаскелеңге қатынап сөйтіп жүретін. Сөйтіп жүрегім ашылып, 3-4 айдай жүріп, одан кейін ол маған бір ренжіп қалды. Сол мен маған вообще хабарласпай қойды. Мен пойыздан келе жатырмын, жаңағы күтіп алайын ба? Иә деді. Сол мен өзімді сездім. Ай, осы хабарласпайды ау деп. Уже звондадым, алмайды. Екінші звондадым. Уже алған жоқ. Уже Айбек барда отыр ғой пивмен. И басталды менде депрессия уже. Өзің ренжітіп қалдың бірақ. Иә. Сол уақытта, мен жалпы сол уақыттарда мен негізінде өте қатты депрессияда жүрген екенмін негізінде. Ұзақ депрессия болған екен менде негізі сол кезде. Творчестводан жалпы сондай бір өмірдің сондай бір дәмін көріп қалдым ба, білмеймін, сондай бір қиын сәттер болып жүрген екен. Ғалымжанмен де дұрыс жұмыс істей алмағанымда менде сол болды. Өткен менде іште депрессия болды қатты. Жазат студияға келем, менде ойымда ешнәрсе жоқ. Айтайын деймін, мен бірақ жүрегім сөйлемейді ол кезде. Сол сияқты 2 ай жестко, 1 ай жестко болды, екінші айда жай тарқап жатқан уақыттарда сол мен ол кісіні өзі жазды ғой. Өзі жазды. Өзі жазды. Қалайсың деп. Мен уже сәл өз-өзіме келгенмін осы осындай. Менде андай ой болды да, енді айтып жатады ғой енді шын махаббат қосылмайды деген сияқты. Неужели шын махаббат қосылмайды дедім да мен ішімнен. Сонда қалай бұл? Мен жақсы көремін оны. Мен жазған кезде білдім, мен болды осыны аламын дедім ғой. Мен бірінші контактіде, мен бірінші телефоннан сөйлескеннен ақ мамашкеге сразу хабарластым. Мама, мен өз махаббатымды таптым деп. Білмеймін, бір андай сездім ба, или сөйтіп қарасаңшы, атын қараңшы, Алтынай Айбек ұқсайды ғой деп андай ше. Любой нәрседен бір күшті нәрсе тауып алатын, сондай махаббат қой. Иә, Аллаға шүкір. Ол кісі де өнердің адамы. Енді дизайн ғой енді. Дизайн жақсы көреді. Дизайн, ненің дизайны? Киім, жалпы. Поэтому ты классно одеваешься, да? Жоқ, өзім ғой. Жалпы ол кісі жоқтан бар нәрсені істеген жақсы көреді. Пердені андай басқашалау істеп, андай стол болса, столды бір нәрсемен оформлять етіп, бір нәрсемен неғылып, сөйтіп істеп. Алланың қалауымен Зарин бір-бірімізді енді Аллаға шүкір жақсы көріп үйлендік. Ешқандай расчет ондай емес. Ешқандай бір ортада ана қыздың байлығы анымдау деген нәрсе емес. Солай болу керек болды, солай болды. Үйлендік, бақыттымыз. Даже ұстасам көтеріп қойып отыр ғой десе. Тағая бар ма? 4 бала шағамыз бар. 4. 3 қыз. 3 қыз, жалпы, бір ұлым бар. Иә, қыздардан кейін ұл дүниеге келді ғой енді. Ерекше болды ма? 2 қыздан кейін ұл келді. 2 қыздан кейін. 2 қыздан кейін. Күттің ба ұлды? Енді ұлды күтесің ғой енді. Ұл болса екен дейсің. Ол барлық еркектің несі шығар енді андай. Бірінші ұл болса екен, бірінші сандай ғой, как-то қыз болсын, ұл болсын, қыз болып кәдімгідей бастапқы бір айдай түсінбей бүйтіп кейін жай қылығы шыға бастағаннан кейін апасының қызы ғой енді, апасы еркелетіп, апасы өзіне алып. Екіншісі де қызы болды. Аллаға шүкір. Үшіншісіне ұл болды ғой менде. Қатты жақсы көремін 4-еуінде. Қыздың несі бөлек қой енді, қыздың еркелігі несі ол ойбой таусылмайды ғой. Балаларың өнерге жақын ба? Біреуінен шығатын сияқты ма? Бәрінде өнер бар сияқты. Кішкене әрқайсысына әрбір несінен берген сияқты да. Балам кейде бір қарап қалсаң лунный походка істейді, бүйтіп өзінше билейді. Баламда андай несі бар екен, андай
кішкене пародия жасайтын, бір қарасам динозавр қосып бүйтіп папа деп андай кейбір жерлерінде көріп қаласың да өзіңді, ай деп қызыңнан сурет жағын көріп қаласың. Мен суретте салған жақсы көретінмін. Сурет бүйтіп салып баяғыда бүйтіп мектепте ағай бүйтіп сабақ беріп отырса ағай салып отыратын ғой. Кішкентай қызымда сол төртеу де барлығы өнерде негізінде. Көреміз енді қалай болады. Өнерге барам десе де өзі өнер жаңағы ішіндегісі қайқа жан өзі қайқа талпынады, ешқандай қарсылық болмайды ғой менен. Өткен бізде солай өскенбіз да, еркіндікпен кішкене нені қаладық, соны ата-анамыз берді деген сияқты. Сол өсе келе көреміз енді. Қазір сен басқа жігіттер Шымкентте тұрады, сен Алматыда тұрасың. Мен Алматыда тұрам, иә. Ата-анаңмен бірге тұрасың ба осы жақта? Ол бәріңіз көшіп келдіңіздер. Мен өзім 2010-да осында келдім. Мен басында сол Алматыға ғашық болдым ғой, мен өнерді мен жалпы Алматыда қуалаймын деп, мен осында почти 2007 жылдары келдім. Сол ғой Майкл Джексонның сол билеуінен бастадым, сөйтіп әншілікке қарай. Менде сол бастан цель, менде сол Алматыға келіп әншілікті қуалау болды ғой менде. Сол келіп осында енді қазір осы уақытқа дейін әке-шешем көшіп келмегенде білмеймін, енді мүмкін қайтып кетер ме едім, бір Аллаға мәлім ғой. 2015 жылы көшіп келді әке-шешем. Официально осында жоқ, өйткені мен де осындамын, мен туған әпкем де осында, інім де осында, біз балдардың ортасына келеміз деп. Сонымен келді, 2015-те келді, сонымен 2015-те үйлендім ғой. Қазір әке-шеммен тұрам. Ініммен тұруым керек еді, бірақ әке-шем сені таңдады ма? Мені таңдады. Өйткені мен келіншегіммен де бір-бірімен жақсы сөйлеседі. Қызық. Айбек, осы қандай бір сұрайыншы. КВНнің кезінде қатты танымал болдыңдар, дүркіреп тұрдыңдар. Кейін оның бәрі сәл-сәл басыла берді. Оның ортасында сен жаңағындай театр шақырды, басқа жер шақырды, мүмкіндіктер берілді. Қазір ол танымалдылық жоқ. Қазір ол дүркіреген заман жоқ. Жаңағы мүмкіндіктерді өткізіп алдым деген өкініш бола ма кейде сенде? Менде ма? Шынымды айтайын, өкініш болмапты менде. Шынымды айтайын. Кезінде бүйтуім керек еді, шаншарға кіруім керек еді, былай кетуім керек еді. Мен өзім осы жол таңдадым. Сол жолмен кеттім. Бірақ андай жолмен кетіп қалыппын да мен. Кішкене суда андай лай сумен де. Енді Алматыға келдім. Бұл жақта да жалпы көрдім ғой, Нұрлан мен Мұратпен де істедім мен даже. Мен кеп прямо Нұрлан мен Мұратпен істеп, сахналарға да шығып, аяғында ол кісілердің өздері бөлініп кетті ғой. Бірақ қазір уже ойланып қарап отырсам, ақырсы мен алыс кетіп қалған екенмін негізінде. Мен өзімнің қиялыммен кетіп қалған екенмін да. Сол себептен, мүмкін осы жолдан, шынымды айтсам, осы жолда мен бір нәтиже көрсеткім келеді, шынымды айтсам. Артқа уже шегіну жоқ. Сол себептен Алланың өзі де мүмкін өстіп дайындап жатқан шығар мүмкін. Қазір баяғыда ешкім танымайды, бірақ кейде андай сөздің ашығы кейде болып қалады. Өткені кезіндегі Айбекке үйреніп қалғам. Туа деп кезінде сәл бетін жауып, мен ата болып бетін жауып жүретінмін ғой мен. Специально бүйтіп андай. Енді действительно звезда болдық. Келе, мен Алматыға келдім. Черный музыка сияқты нәрсені қолағым кеп деген сияқты. Сөйтіп мен халықтан алыстап кетіппін негізінде. Басқа қырымнан көрсем деп. Мен Майкл Джексон болғым келмейді. Мен Джим Керри болғым келмейді. Мен баяғы КВНдегі Айбек болғым келмейді. Мен басқа қырымнан, басқа жарты жағам деп. Мен басқа жаққа кетіп қалдым мен. Бәрі былай кетсе, мен оңға қарай мотоциклмен былай қарай орман арасымен кетіп қалыппын ғой мен кәдімгідей. Өкініш арасында болғанда страдать етемін негізінде. Болады ондай. Қандай нәрсе ол өткені мен могу больше деген сияқты. Прямо бух деп. Үйленгенге дейін жаңа айттың ғой, депрессияда болдым деп. Үйленгеннен кейін болды ма ондай моменттер? Үйленгеннен кейін дейсің ба? Үйленгеннен кейін менде өнер тоқтады ғой жалпы. Себебі отбасын асырау керек, ақша табу керек деген нәрсе ғой. Үйленгеннен кейін өнер тоқтады. Бірақ немен айналыстың сол кездерде? Қандай жұмыстар сен? Отбасыңды қалай асырадың былайша айтқанда? Отбасымды ма? Қалай жыламаймын дегенім негізі.
жай отырып өмірім көз алдыма елестеп мен жалпы не істейтінімді білмедім, короче, Заки, реально. Мен жаттым үйде кәдімгідей. Не істейін, охрана болайын ба, той тоқтат, уже әке шешенің түріне қарамайсың ғой. Содан бастап уже сол 1 жылдан кейін охрана болайын десең сен таниды. Мен ана неден образдан әлі шыға алмай жатырмын. Сонымен ары қарай пістік қой. Уже кәдімгідей анам бизнес ашты, сол бизнесте уже ары қарай жүргізіп, соған көмек беріп, базар болса базар, ары қарай базардағы әйелдермен де ұрысып кәдімгідей. Сөйтіп ары қарай өмірін өзгертті ғой. Бір кездерде бір сетевой маркетингпен де айналыстың, иә? Иә. Ол не еді, қандай компания еді? Анамның өзінің жалпы ойлап тапқан Айба Жаня деген сондай сетевой жаңағы не ашты. Сетевой маркетинг дей ма? Сонда ашып, енді оның өзінің тарихы бар. Ол өте жақсы жүрді. Анама көмектесіп, анамның оң қолы болып, анама қамқоршы болып деген сияқты көмектесіп, сол жерден бастап ары қарай менде сол кезден бастап тоқтаған жоқпын ары қарай. Бірақ қанша қиналсам да, бірақ сонда да ән жазып, ән істеп деген сияқты сол неде жүрдім. Отбасың толығымен бұны қолдайды, иә? Арасында той болады, кейде Қытайға барып келесің деген сияқты. Бірақ шынымды айтсам, мен не істеймін деп қалдым кәдімгідей. Сол жылдарын не істеймін мен ары қарай деп. Сол бірінші Алла, екінші анама рахмет. Содан кейін Аллаға шүкір. Мамаң, келіншегің болды, қойшы енді әніңді деп ашуланған кездер болды ма? Жоқ, анам осы уақытқа дейін поддержать етті ғой енді. Қолдады, не қылды. Қазір енді өзімді айтқым келмейді сөзін ашу. Мен бүйтіп жатырмын, алдында қызығып, мына ән істедім, тыңдап көріңізші деп. Мен өзімді айтқым келмейді қазір уже. Мен қазір чехарям істеп жатырмын. Келіншегің ше? Ол кісілер всегда қолдайды мені. Әкеме всегда ешнәрсе жақпайды десе. Ол кісіге мен вообще көріспеймін да ол кісіге. Қызық та емес. Енді сен жоғарыға шығып отырсың, әрине мақтанады ғой, бірақ енді андай ол кісінің өзінің комплексі сондай да, жалпы айтқан кезде. Өмірлік ол кісінің ұстанымы сондай да. Майкл Джексон өскенше ұрды ғой почти. Соның арқасында Майкл Джексон болды ғой, мысалға. Сол сияқты. Енді бізді ұрып не қылған жоқ. Енді бір өмірде сондай бір қарама-қайшы болады да өз. Сол сияқты. Бірақ үйдегілер әрдайым қолдап, не қылып, бірақ қазір мен айтпаймын, ешкімге айтпаймын. Мен қазір өзім істеп жатырмын, өзімде де кішігірім командам бар, көмектесіп жатыр. Аранжировщик жағынан да, музыка жағынан да мен уже қай жерге барып істету керек, барлығын білем, өте мықты талантты жігіттер бар, барлығы маған көмектеседі. Сондай, Заки. Мы что-то творим, короче. Істеп жатырмыз. Бөлек істеп жатырмыз да бет. Жаңа депрессияда жүрген кезіңде, қиналып жүрген кезіңде, неге көз тимесінің балалар сені қолдамады? Олар білді ма сенің жағдайыңды? Ол кезде мен жалпы Алматыдамын ғой. Бола берсін енді, неужели бауырым қалайсың, не істеп жатсың жалпы, сен Алматыда алыста жүрсің ғой, бізде не көмек деген қоңыраулар болды ма? Жоқ десем. Сол үшін болған жоқ, иә. Солай ғой, араласпай кеттіңдер, ол рас. Сол үшін бір андай реніш жоқ па жігіттерге деген? Ешқандай реніш жоқ. Ондай ойда келген жоқ. Неге бұлар маған звондамады? Неге анау кеп? Мен өзімнен іздеймін әрдайым. Мен тек жаңағы қалай сөздің шыны керек, Аллаға айтам. Не болса да осындай болып жатыр, іштей ойымша. Адамның өзіне байланысты ғой. Адамның өзіне байланысты. Қандай жол таңдасаң да, кіммен аралассаң да, сен өзіңе байланысты. Жаман жолға түсем десең де, ол сенің выборың ол. Жаман жол болса, жаман жолмен де кетіп қаласың. Жақсы жол таңдасаң, жақсы жолмен кетесің деген сияқты. Сол себептен сол кездерде мен өзім жаман жолда жүрдім. Мен өзім сондай жолда жүрдім. Мен өзім таңдауым сондай болды. Өйткені ешкімге білінбейді на самом деле. Сен білінбейді да былай негізінде. Ішесің. Сол бір оймен жүре бересің, сол. Ішу ғана ма, одан да арысы болды ма? Бәрі болды. Бәрі болды. Неге, зачем скрывать? Болды. Жас болдық. Сондай нәрсе ғой. Бірақ қатты мен бұзық болдым деп айтамаймын. Мен бірақ істеп отқан нәрселер мен өзіме сол кезде ұнамайды негізі. Іштей жей беретін кәдімгі. Бірақ жүре бересің да бет. Мен өте ақ көңіл жігітім де өткен. Адамның көңіліне қатты қараймын. Деп, иә, деп бірақ іштей өзіме еш нәрсе ұнап жатқан жоқ. Мен қалай жүрмін, не істеп жатыр, кіммен
қандай кругта отырма, еш нәрсе өзіме ұнамайды кәдімгідей. Солай үйлендік. Үйленгеннен кейін жай жиналдық қой, уже бүйтіп өзімді кигізіп, жай қайтадан құрастырып бүйтіп. Мен құлағым мына жақта қалып кетті, ода құлағымды кигізіп деген сияқты. Сол сияқты енді аяғым қалды, аяғым салу керек десе қалды. Осы жақында, енді съемка жақында бітті ғой, қайтадан жігіттермен кездестіңдер, Шапағатпен сөйлескенде де айтқам, бәрінің басы қосылған кезде қайтадан 2000 жылдардағы балалар болып қалады екен деп ше, бұлар кішкентай бала құсап 40-тағы еркектер кәдімгі ойнап күліп ше, есіріп сөйтіп кеткендеріңді көрдім ше. Неге ондай баяғы бала күндер еске түсе ма, резко өзгеріп кетесіңдер? Жеке сөйлессек үлкен ер азаматсыңдар, бітті бір-біріңді көрдіңдер ма, бітті бала болып кетесіңдер. Бала боласың, бала болып өстік қой, қанша жыл бірге болып, қанша сахнада бір нанды бөлісіп деген сияқты. Сәт соған келген жер, жолқан кезде мен өзімде мысалы ішімнен кәдімгі энергиям қайтадан волнам ашылып, кәдімгі бәріміз бір-бірімізге деген сағынышымыз шығып деген сияқты. Қуаныштымын мен сол. Жалпы жолғам позитив оянады. Кешеде Шымкентте 20 күн съемкада болып, деп келдік те Алматыға келдім, салбырап қалдым кәдімгідей. Өткен балдармен действительно қызық. Өткені қанша жыл бірге жүріп, өткені балдарға әзіліңді айта аласың. Бүйтсең күледі, не қылады. Бұяқта сен мимикаңды ешкімге көрсете бермейсің ғой. Жындыма дейді ғой. Түсінбейді. Ол кезде енді өзінің қайтадан ішіндегі еркелігіңді көрсетіп деген сияқты. Сол сияқты ондай нәрсе болды. Мен өзімде оянды сол нәрсе. Кәдімгі балалығым оянып, қуанып, кәдімгі. Ол байқалды кәдімгідей. Бұл нәрсе керек болды негізінде. Ол өте керек болды. Біріншінде сол нәрсені оятқан Ерлан, красавчик, қайтадан қорықпай балдардың басын жинап, үлкен іс істеді, ризамын. Жоқ, көз тимесін болып, қайтадан көз тимесін балдардың басын жинап, шығайық. Ол нәрсені ойлап жүрген, бәрі істеп отыр, не қылып отыр, неге біз көз тимесін, бір тарих қайтадан істемеске бір нәрсе. Сен де ойлап жүрдің, іштей өзің. Негізі Даниярдың несіне барған кезде мен айттым балдарға, миллион команда сияқты хотя бы. Мен кино деп айтқан жоқ. Кино дегенде сериал деп айттым мен. Бір сериал түсірейік те, Маратты үйлендірейік сонымен, сериалда типа. Мен сондай ұсыныс тастадым. Халық біледі ғой, халық сағынып қалды ғой бізді деп. Сонымен сөзден басталды. Давай, сөйтіп Маратты негізі үйлендіретін болып, сөйтіп Марат еді, лучше кәдімгі үлкен фильм түсірейік та деді. Деді, Дончаны тойып бітті. Алматыға келді. Қайтып басылып бара жатқан кезде Ерлан видеозвонокпен чаттан звондады. Жігіттер, что там деді. Мен таптым. Давай, кино. Қой. Ері ойлам. Деді, дегенім. Дегенім. Деді. Сонда да сенген жоқпыз. Алматыға келіп кетті. Ладно, бір келіп кетті. Енді келіп кетті. Мен бір қарасақ, уже сценарий жаздырып, тақ. Уже, қой, дайындалу керек деді кісі мен. Красавчик деді кісі мен. Сонымен сәттілік енді бұйырса. Жақсы фильм шығады, Алла бұйырса. Өзіңе ұнады ма? Ұнады. Болды, олай болса 22 қаңтардан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көріңіздер. Көз тимесін фильмі, сүйікті Көз тимесін командасын сол жерде көресіздер.